Құрметті Фейсбуктағы достар, қайырлы кеш, армысыздар. Осыдан 1-2 күн бұрын менің ағам Нұрғиса Асылбеков шашпаулым әнмен Алмас Алтайға эстафетаны жолдаймын. Көктемді ұлықтайық, мерекелейік. Сосын қыздардың мерекесі, аналарымыздың мерекесі келе жатыр. Гүл көктемді бір әдемі әнмен әрлеп жіберейік деген бастама көтерген болатын. Біз әрине әнінің шаруасы ағаның айтқан орындау, құп алу деген мақсатпен бір әдемі әнді өздеріңіздің дидарларыңызға тарту етпекпіз. Нұрғисаның да таңдауы түскені біз үшін үлкен мәртебе. Біз аса әнші емеспіз, бірақ соның өзінде сол Нұрғиса секілді мықты әншілердің көзінің түсіп жатқаны бізді үлкен қуанышқа бөлейді. Сонымен біздің бүгінгі орындайтын әніміз, сіздерге арнайтын әніміз маңғыстаулық сазгер Қыдырбай Тұрмағанбетовтың Тырналар деген әдемі әні. Ақылбек Түйменей орындаған, қайбір жылдары қазір көп қолданыста жоқ, сондықтан да осы бір әнді естеріңізге түсіріп қояйын деген ниетпен сіздердің құрметтеріңіз, ілтипаттарыңыз болсын. Гүл толып көктемнің етегіне, көктемді ілестіріп жетегіне, тырналар тағы да келдіңдер ме, оралып туған жер мекеніңе. Аспанда бұшыңдар, арманды қошыңдар. Тырналар, тырналар, гүлдескім келеді, сәулешім деп еді. Тырналар талай күн талып ұшты, сәулемнің сәлемін алып ұшты. Суылы қағылған қанаттардан, саздары секілді сағыныштан. Тырналар, тырналар, аспанда бұшыңдар, арманды қошыңдар. Тырналар, тырналар, тілдескім келеді, сәулешім деп еді. Тырналар тізілген төбемдегі, көңілім сен жаққа елеңдеді. Сол жылы қағылған қанаттарың, жел жақтан сағынған сәлем деді. Тырналар, тырналар, аспанда бұшыңдар, арманды қошыңдар. Тырналар, тырналар, гүлдескім келеді, сәулешім деп еді. Енді бұл эстафетаны дәстүр бойынша біреуге жолдау керек. Менің ойымда Алдан жыл келді дейтін ағам тұр, және Маралбек Саңғанов деген бауырым тұр. Өзімнің осы екі азаматтың қайсына жолдасам екен деп отырмын. Маралбек Саңғанов. Айтпақшы, бұл видеоны түсірген Жангелді Қаржанға ерекше алғыс. Рахмет.
қыздар, келіншектер, аяулы аналар, мереке тағы да құтты болсын, көктем құтты болсын.